жақсы да. Менің жаным қандай екенін түсініп отырмын. Қазағым қандай, тоқаев қандай деп. Заманымыз тыныш болсын, халқымыз аман болсын, осындай ақ дастарханда отырсын. Оразадан оразаға жетейік. Енді біріншіден осы Гүлім мен Айдос болмаса біз сіздерді танымас едік. Айдос пен Гүлімге рахмет айтам. Сіздермен осындай туыс болып, танысып жатқанымызға. Екі жасымыз бақытты өмір сүрсін, дендері сау болсын, үйлері құтты болсын, шаңғырақтары биік, керегелері кең, терезелері кең, махаббаттары мәңгілік. Қол ұстасын, ата-аналары аман болсын, екі жақтында. Ата-аналар мықты болса, балалар қайда барады? Балаларға ешкім тауып берген жоқ, өздерін өздері тапты. Құдайға шүкір, бәрі бір-біріне сай. Енді осы генерал сөйлегенде ұшып тұрдыңыздар ғой, иә? Сол мына балаларды айтып жатырмын да, балалар болмаса біз танымас едік, құдағи. Балалардың арқасында сіздермен танысып, туған туысқан болып жатырмыз, басымыз көбейіп жатыр, туысқаншылығымыз көбейіп жатыр. Әрқашанда ауызбіршілік болсын, ауызбіршілік болған жерде бәрі болады. Болмайтын зат жоқ, бәрін болдыруға болады, келтіруге болады. Енді екі жасыма көтерген мына шаңғырақтарың жаным биік болсын, керегелерің кең болсын, терезелерің кең болсын. Екеуің мәңгілік қол ұстасын, махаббаттарың мәңгілік болсын жаным. Бір-біріне сайсыңдар, бір-біріне кеңсіңдер. Енді сендер көріп отырған мен бақыттымын, немерелерім осындай қуанышын көріп отырған. Сендер де бақыттысыңдар, бабушкаларың бар, енді дедушкалары жоқ бұларда. Екі дедушка да кетіп қалған. Екі дедушка деген ағалы інідей болушы еді. Осындай туыс жақын адамдар келсе бірінсіз бірі ішпейтін. Уақыт солай, тағдыр солай болып, енді өңкей кемпірлер қалды. Сол жаным, бұл дастархан сіздердің дастархан деп жатыр ғой. Дастархандарың кең болсын, достарың көп болсын, туысқаны көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын жаным. Гүлім деген атасының гүлі ғой енді. Айдос, гүл ғой бұл енді сен, гүлің құтты болсын жаным. Сегізінші марта. Келе жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрқашан ұқсап жайнап жүріңіздер. Тек қуаныш болсын, бақыт болсын. Қуанышта кездесейік осы. Бізге қызмет ете берсін, иә? Шаршамай. Шаршамай. Біз қызмет етеміз ба деп отырмын. Жоқ, біздерге етсін қызмет. Рахмет. Құдайға шүкір тауға. Жаңа достарым көп болсын дегеннен бір әңгіме есіме түсіп отырды. Сіздер мені қарап келе жатыр ғой өзі. Шүкір береміз. Асылбек күннен сауап алам деп Құран оқытып, үйді көрсетіп, мына балдарың екі балаң ниеттенген екен, ниеті қабыл болсын. Осы балдардың қызығына, шыжығына тоймай, аман есен жүре бер, айналайын. Үйдегі жан осында осындай жақсы құдалар тауып, олармен де осындай қарым-қатынаста болғанына көп тілектеспін. Біріншіден барлықтарыңыздың келіп көріп отырмыз, бір көрген біліс, екі көрген таныс дейді ғой. Сол сіздермен танысып білісіп отырмыз, өте қуаныштымыз. Сіздерде жақсы түрер келгеннен түңілме деген жақсы жандар екенсіздер. Мына екі баланың арқасында біздің де басымыз қосылып, сіз біздесіп жатырмыз. Осындай ауызбіршілігіміз мол болсын, мына ұстап атқан оразаларымыз қабыл болсын, ниетіміз адал болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, елімізде бейбітшілік заман болсын. Осындай кең дастарханда басымыз қосылып, сіз біздігіміз артып, құдалығымыз артып жүре берейік. Аман сау болыңыздар. Сауаптан дейдім. Бүгінгі қауына ауыз ашар беріп, балаларға өнеге болып отқанына
қуаныштымыз. Өз ескі үйді айтпағанда 2 жаңа үй салып, балаларға 2 үйді таратып бердім. Балалардың шаңырағы биік бола берсін. Өзіңде үй жоқ дейді. Иә, сол өзімде үй жоқ. 70-ге жақындап қалдым. Үй саламын деп қиналама деп мен отырмын уайымдап. Қарттар үйіне дайындала берді. Настоящий дос бірекей. Мен уайымдап отыр. Сол сені сол жаққа жібере ма деп айтпай ұялып отырмайды. Сөзін естіңдер ме? Келіндерді бөлек шығарып жібергеннен кейін жат болып кетеді өзі. Сен бөлек тұрып жатсың қазір, келіндер бөлек тұрып. Жат, енді сен 5 жылдан кейін сен кіргізбейді бұл үйге. Еңбекті бағалама. Өзім де кіргім келмейді. Келгенменен жатқым келмейді. Өз үйіме қарай қашқым келіп тұрады. Соны уайымдап жүрмін сен. Уайымдама. Салып жатсаң. Ниеттері түзу болса болды. Салып жатсаң көмекке шақырасың ғой. Барамыз байлы. Болды, көмекке. Сен шақырасың. Клара екен. Ал енді балалар бақытты болсын дейді. Аумин. Осы шаңырақта ана балалардың күлкісі кетпесін. Жасың ұзақ болып, немере шөбере көре берді. Ағайын туыс, құда жекжаттар аман болсын дейді. Аумин. Осы сені сыйлап келіп, осы дастарханына дәм татып отырғанға. Дастарханды ана ағаң айтып отыр ғой. Бізге жаймаса да сол кісілерге жайын деп. Дұрыс айтады ол кісі. Бізге жаймайсың ғой. Олар секретті. Құдағиларға ертең сынап кете ме, айтып кете ме деп қорыққанына жайып отырмын, біліп отырмын. Енді ол ағаңа сәлемі бүйтіп кисе беретін болса, келесі отырыста мен сізді ұстаймын. Тізімде. Шақырмай қояды. Иә, шақырмай қояды. Аңдамай сөйлесе, ол қиын болады. Дұрыс. Дұрыс, асеке дұрыс сенікі. Құдасын құдайындай сыйлаған дейді. Дұрыс сыйлағаның дұрыс, рахмет. Біздікі әшейін қалжың, ағамызы қалжыңдап отыр. Онда ағасы бар, жағасы бар деп сен күліп отырсың мияқта. Жақсы, рахмет дастарханыңнан. Аумин. Жақсылық бола берсін. Той болсын. Кішкентай үйлендірейік. Клара, міне екеуіңіз. Клара, екеуіңіз. Тағы бір той бар екен. Ой, олайын болды. Жандос ең жақсы көретін жандос. Жандосын жақсы көреді. Айтатын бұғауыздар жағы. 2 жаста. Сөйтіп өстік қой. Асылбек, Гүлнар екеуің бүгін үлкен ауызаша жасатасыздар. Қабыл болсын. Ағалар, құдағилар, бәріміз танысып жатырмыз. Көп рахмет Асылбек. Шақырып осы дастарханда бірге отырмыз. Мынау оразаларыңыз қабыл болсын. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Бәріңіздерге 100 жасаңыздар. Осындай дастарханда бас қоса берейік. Рахмет. Құдағи шақырғандарыңызға рахмет. Бәріңіз саған оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаңыз қабыл болсын. Жасағандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Бәріміз аман болайық. 48-ші марқымыз құтты болсын. Керісінше той болсын, жастар бақытты болсын. Айтқаныңыз. Немереме бәріміз қуансын. Қана тойда отырайық. Бәріміз аман болсын. Құдағи елеп ескеріп шақырғандарыңызға маңда бір шүкір. Сіздерге мынандай дастархан жайып бізді қонақ ретінде төрге шығарып төр сыйлап отырсыздар. Сіздерге Алла тағалам осыны 10 есе сіздерді төрге шығаратындай өсіріп жатқан ұрпақтарыңыз ақылды, саналы, мейірімді, қайырымды Алладан қандай тілек тілеп жатырсыздар, сол тілектеріңіз орындалып, мәртебелеріңіз жоғары, төрге отыратын ата баба болыңыздар. Енді ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз түзу болсын.
Алла тағаламнан бәріміз сұраймыз ғой, жұртымыз, еліміз тыныш болсын деп. Айтқаныңыз. Еліміз, жұртымыз тыныш болып, бейбітшілік заман болып, бала шағамыздың қызығын көрейік. Сіздердің арттарыңыздан еріп келе өкше басармыз біз сіздердің арттарыңыздан. Сіздерден не көрсек, соны істейміз ғой. Жақсы жақтарыңызды көріп жатырмыз. Сіздердей құдағилы болып жатқанымызға мың да бір шүкір етемін. Екі жастың арқасында міне алтын көпір болып жатыр. Алтын көпіріміз бұдан да нығайып, бірлән көпір болсын, балалы шағалы болыңыздар. Ой, молодец. Немере сүйіп, сол немеренің қызығын көрейік бірге бәріміз. Сол тойға жүре берейік. Бәрі заман болыңыздар. Басымыз азаймасын, көбейсін. Сіздерге қанша бұт кірсе, сонша құт кірсін. Не деді? Аяқтарын айтты. Бұл кісі кішкене шалалауда. Қазақша бұт қой енді былай. Баяғыда курортқа барғанда бір қырғыздың қызы қыстыгүні ғой бұтым тоңып қалды дейді. Сол мен таң қалдым. Болса кетейін. Сізге не айтыр ол? Жоқ енді бірде демалып жатырмыз ғой неде. Автобуста келатырмыз ғой. Ана неге Борабайға барғанда да сонда. Қырғыздың қызы екен сен. Бұтым тоңып қалды екен. Бұт емес аяғы ғой тоңға. Сөйтсе аяқты айтады екен. Қандай болса айтты. Ана жалпақ тілдермен жүрейді олар. Айттыңыз ба? Әбекең айт. Әбеке айтты. Әбекең айтты. Сіз айтыңыз. Артық болмай. Жолдарыңыз үлкен ғой. Әсеке Гүлнар, мен бүгін жаңа кімдер Гүлбаршындар айтып отыр ғой, мынандай келіп дастархан жайып, балалардың бәрі шапқылап, Жангүлім бар, Әсел бар, бәрі. Осындай дастархан жайып отыр. Көп рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болып, тілеген тілектеріңіздің бәрі қабыл болсын. Жылдан жылға оразадан оразаға аман-есен жете берейік бәріміз. Мына келе жатқан жаңағы мейрамдарыңыз құтты болсын. Алдымызда жаңағы Наурыз мерекеміз бар. Құт берекесімен келсін қазақи өзіміздің жаңа жылымыз. Дастархан тек жақсылыққа жайсын. Гүл мен Айдостың екеуінің шаңырақтары тек қана жақсылық қуанышқа толай берсін. Осы үйге тек жаңағы келесі жол келгенде жаңағы немере сүйгесін келіп сол бөпеміздің несіне келейік. Бәрі жақсылық болсын. Кішкентай шілдеханасына бас қосып осы отырғандарымыздың бәріміз аман-есен болып жүре берейік. Байлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Өздеріне денсаулық тілеймін. Осы балалардың қызығын қызықтап, аман-есен немерелерді жаңағы қызығын көріп, шөбере сүйіңдер, сондай жасқа жетіңдер. Барлықтарыңызды осы бүгін көріп, барлықтарыңызды бірталай уақыт болды ғой көріп келгелі. Сол қуанып, сондай бір жақсы отырыс болып отыр. Сол бәрімізді тек қана жақсылық ақ дастархан басында осындай қуанышта жақсы дастарханда жиі кездесейік. Сіздерге рахмет. Әйтеуір бізді қалдырмайды. Келесі жол сені қалдырып кетеді. Сен жасың 80-ге келді, қалай қалдырады? Ал енді бата сұраймыз құдалардан. Басында. Межа. Жол үлкен ғой. Оразаларыңыз қабыл болсын. Дастархан топырағы жақсылықпен оразаға жете берейік. Басымыз аман болсын. Дастархан